Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2020 жылғы «Одинокий волк» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Клин атты жігіт қаланың ең қауіпті районында қоқыс жинаушы болып жұмыс істейді. Жас жігіт қоқыс арасынан тапқан техникаларды үнемі сақтап жүреді екен. Үйге қайтар жолда Клиннің есіне өткен өмірі түседі және сол үшін қатты өкінуде. Жас жігіт шеберханада тұрады және күн сайын түскі ас дайындап көрші қызға апарып береді екен. Диананың ата-анасы қайтыс болған және содан бері ол әжесімен бірге тұрып келеді. Алғыс ретінде жас қыз Клинға өзі қолдан жасаған білезік сыйлайды. Осыдан кейін Клин ескі техниканы қайта жөндеп жақын маңдағы ломбардқа өткізбекші. Бос уақытта жас жігіт тапқан ақшасына құрылыс заттарын алып, райондағы ескі үйлерді жөндеумен айналысады. Түнде ыстығы көтерілген Клин өзінің марқұм қызын есіне алады. Ертеңінде таныс шаштаразға барған жас жігіт сырт келбетін біраз қалпына келтірмекші. Клиннің тағы да көңілсіз отырғанын байқап, танысы оған өткен өмірін ұмытуды ұсынады. Осы кезде Майкл атты гангстер өзінің ұлын түрме алдында күтіп тұр. Майки түрмеден шыға салып, бірінші кезекте достарымен кезігеді, ал әкесін жас жігіт жақтырмайтын сияқты. Әріптесі қырсық баланы өздерімен алып кетуді ұсынуда, бірақ Майкл оған тиіспеуді бұйырады. Кешке қарай Клин Майклдың кафесінің қасындағы қоқысты жинайды. Кафеге келген тауарларды бақылап тұрған адамдар қарулы екен және әр қорапты қатаң бақылап тұр. Түнде жас жігіт өзінің бұрынғы өмірі жайлы түс көріп оянып кетеді. Осыдан кейін Клин қыздың суретіне қарап көзіне жас алуда. Келесі күні жас жігіт Диананы мектепке апармақшы, өйткені ендігіден бастап мектеп автобусы олардың районымен жүрмейтін болып шықты. Диана оның неге жалғыз екенін және басқа адамдармен неге араласпайтынын түсінер емес. Майкл шын мәнінде наша саудасымен айналысады, ал ресторан болса жай маска үшін. Нашаны олар Қытайдан келетін балықтар арқылы жеткізеді екен. Бәрін есептеп болған соң 200 пакеттен 5 пакет жетпей қалады. Бұны естіген Майкл қатты ашулануда, өйткені 5 пакеттің өзі бизнеске ауыр зардап тигізуі мүмкін. Осы кезде Клин марқұм қызының велосипедін жөндеп, Дианаға сыйлық ретінде үйдің жанына қойып кетеді. Есіктен шыққан Диананың әжесі оның неге адамдарға көмектесетінін сұрағанда, Клин бұрынғы өмірді ұмыту үшін деп жауап береді. Майклдың адамы нашаны барлығына тез арада сатып шықты. Көп ұзамай жаңа тауарлар келеді. Сол кезде Майкл жүргізушіге тауарды санағанда мұқият болуды ескертіп, балтамен оны бәрінің көзінше соққыға жығады. Кешке қарай Клин Майклдың кафесінен қоқысты алып кетпекші. Қан төгілген қораптарды көргенде Майкл жас жігітке келіп, ешкімге айтпауы үшін ақша ұсынады. Бірақ та Клиннің ақшаны алатын түрі жоқ. Бір күні жас жігіттің көлігі бұзылып, енді жөндеп жатқанда бір топ жігіт біреудің ізінен қуа бастайды. Арттарынан барса, олар біреуді аямай соққыға жығыпты және көп ұзамай жас жігітті де есінен тандырады. Дәрігер оның қалай аман қалғанына сенер емес, өйткені осыған дейінде жігіт ауыр жарақаттар алған екен. Кешке қарай Клин Дианамен тамақ ішіп отырғанда, Диана қорапты ашпақшы болады, бірақ Клин оған тиіспеуді өтінеді. Майкл баласының отбасылық бизнеспен айналыспай, керісінше кішкентай бұзақылармен ойнап жүргеніне қатты ашулы. Әкесінің айтуынша Майкидің достары онымен тек әкесі үшін араласады екен. Ашу үстінде Майки үйден кетіп қалады. Бірнеше күннен кейін Клин районда көлікпен жүрсе, Диана бұзақылармен сөйлесіп тұр екен. Клин оған үйге қайтуды ескертеді, бірақ жас қыз сен маған әке емессің деп көп ұзамай үйіне қайтады. Ломбардқа тағы да техника келген Клин қаруларды көріп өзін әзер ұстап тұр. Түнде жас жігіт Диананың велосипедін ескі үйдің қасынан байқайды. Ол жерде бұзақы жігіттер наша шегіп отыр екен. Клин жас қызды көріп, оның мас екенін түсінеді және жігіттер қызды пайдаланбақшы екен. Ішке кірген Клин бәрін соққыға жығуда. Араларында Майки да бар болып шықты. Осыдан кейін жас жігіт қызды алып, әжесі күтіп отырған үйге келеді. Дәрігердің айтуынша Майкиға операция жасау үшін қомақты ақша керек. Әйтпесе
баласы өмір бақи дұрыс сөйлей алмайды екен. Бірақ Майкл онымен келіспей, бұл жағдайдың баласына үлкен сабақ болғанын қалап тұр. Біраз уақыттан соң Майклға келген жемқор полиция оған камерадағы видеоны көрсетуде. Гангстер Клинді көргенде оның қоқыс жинап жүргені есіне түседі. Енді оған жаза ретінде Диана мен оның әжесін өлтіруді бұйырады. Клин енді гангстердің көзіне түскенін біліп, Диана мен әжесін қауіпсіз жерге апармақшы. Бір кезде полиция қызметкері оған тоқтауды бұйырады. Клин оның жалған полиция екенін түсініп, қаша бастайды және көп ұзамай үйдің қасына жасырынады. Енді гангстер оның қаладан шыққанын естіп, өзінің адамдарын жібермекші. Жолай Клин екеуін кафеге кіргізіп, өзі басқа көлікті алуды шешті. Осы кезде Майклдың адамдары Клиннің көлігін байқап, кафеге кірсе, іште Диана мен оның әжесі жүр екен. Клин көлікке барып, бандитті бұрағышпен сол жерде өлтіреді. Диана мен әжесі тығылып отыр. Осы кезде Клин ішке кіріп, 3 бандитті де қырып шығады. Сөйтсе жас жігіт бұрындары өте мықты киллер болған екен. Жұмыстың кесірінен қызына көңіл бөле алмай, оның қалай нашаға отырғанын байқамай да қалыпты. Осылай бір күні қызы нашаның көп дозасынан қайтыс болған екен. Осыдан кейін Клин қауіпті бизнесін тастап, қайғы қасіретпен өмір сүруді таңдаған болып шықты. Клин екеуін қонақ үйде қалдырып, жақын арада үйде болатындарына уәде береді. Жас жігіт қалаға келіп, біраз ақшасын алып, ломбардтан қару-жарақтар сатып алуда. Ескі құбырдан ол автоматқа арнап, мықты глушитель жасап шығарады. Кафеде не болғанын естіген Майкл оның соншалықты кім екенін түсінер емес. Осы кезде Клин хабарласып, оған бара жатқанын ескертеді. Майкл тез арада үйіне ең мықты бандиттерді жинауда. Ал Клин болса өзінің жылдары бойы жинаған тәжірибесін қайта пайдаланбақшы. Мусор жинайтын КамАЗбен жас жігіт тура Майклдың үйіне кіреді. Трансформатор жарылып, үйден тоқ кеткенде бандиттер КамАЗға оқ жаудырады. Бір кезде есікті ашса, КамАЗда ешкім жоқ болып шықты. Осы кезде бөлмеге кірген Клин бандиттерді бірінен кейін бірін қыруда. Көп ұзамай Майклдың үйі бандиттердің денесіне толып кетеді. Бір кезде Клин Майклдың әйеліне кезіксе, күйеуінің қабағынан жалыққан Майклдың әйелі оның қайда жасырынып отырғанын көрсетеді. Клин төмен түссе, Майкл оған қақпан дайындап қойыпты. Жас жігіт уақытында еңкейіп аман қалады, бірақ қолында енді қару жоқ. Екеуі біраз төбелесіп, соңында Клин оны қылқындыруда. Бір кезде Майки пистолетпен кіргенде әкесі жеңдім деп ойлайды. Бірақ та Майки ашу үстінде әкесін атып түсіреді. Енді Клинді атпақшы болғанда пистолетте оқ таусылған екен. Арада біраз уақыт өтті. Велосипедпен жүрген Диана бір кезде Клиннің КамАЗын көріп қатты қуанады. Осылай біздің «Одинокий волк» атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.